Болашақ медицина колледжінің ұйымдастыруымен фармация мамандығының студенттер арасында болған байқаудың жеңімпазы анықталды. Бұл конкурс аталған мамандықтың беделін арттыруға, фармацевтердің кәсіптік шеберлігін шыңдауға бағытталған. Сондықтан байқау барысында болашақ фармацевтердің теориялық білімі мен тәжірибелік шеберліктері сыналды. Қатысушылар алдымен рецепт бойынша сұйық немесе қатты дәрілік формаларды дайындау жолдарын түсіндірді. Фитотерапия кезеңінде дәрілік өсімдікті анықтап, химиялық құрамы мен медицинада қолданылуына қарай нұсқау берді. Осындай түрлі кезеңіне өткен қатысушылардың арасынан ең үздік деп болашақ фармацевт Еңлік Шыныбай атанылды. Конкурстың мәні мен мақсаты ол балдардың білімін жетілдіру, алдымызда небір асулар тұр, атап айтқанда аттестациядан өту және алдымызда сертификат тапсыру деген сияқты бір жағынан дайындық болатын болса, екінші жағынан алған балдардың білімін байқау, үшіншіден жұмыс берушілерді шақырған болатынбыз. Соған байланысты жұмысқа қамтуда ойда бар. Негізінде балдар білімдерін бүгінгі конкурста жақсы көрсетті деп ойлаймын.